Адамзат өмірінде елеулі орын алатын жалпыға ортақ мәңгілік рухани құндылықтардың бірі – дін. Дүние жүзінде христиан, будда, иуди және мұсылман діндері ең басты сенім ұстындары болып табылады. Бұлардың ішінде жер шары халықтарының 5-тен 1-і тұтынатын ислам дінінің орны ерекше. Қазақ даласында ислам дінінің тамырын терең жаюында діни шығармалардың рөлі ерекше болды. Себебі ислам дінінің нығаю үшін күрес әрекеттері соңғы ғасырларда 2 түрлі жолмен іске асып отырды. Яғни бірінші әдіс ислам дінін таратушылардың іс жүзіндегі мешіт, медресе, үгіт-насихат жүргізуі арқылы жүзеге асса, екіншісі ақын жанды дала тұрғындарының жан жүрегіне жыр сөздерімен діни қисса дастандар әсер ету арқылы орындалған тәрізді. Бұл шығармалардың өзінің сюжеттері, мазмұны, шығу тарихы, даму, таралу жолдары әртүрлі. Бірақ олардың барлығы идея жағынан біргеді. Ол исламдық руханият құндылықтарына үгіттеу, халықты хақ дінге шақыру, мұсылманшылықты өмір сүрудің негізі деп түсіндіру идеясы. Ал оқырман қауымға ұсынылып отырған пайғамбарлар қиссасы кітабы пайғамбарларды өз үмбеттерінің жанашыры, қамқоры ретінде суреттейтін және олардың өмірі мен қызметтерінің жекелеген кезеңдерін қызықты мағлұматтармен баяндайтын жинақ. Мұнда пайғамбарлар бейнелері ерекше мәнерде сомдалған. Көптеген тамаша қасиеттерімен үлгі өнеге болатын пайғамбарлар туралы баян етіледі. Олардың жай адамдардан ерекшеленетін мінез-құлықтары, сезімдері және міндеттері бүкіл адам баласына тура жол көрсету екендігі туралы. Сонымен бірге көпшілік біле бермейтін расул елші мен нәби пайғамбар жайындағы түсініктемелер жан-жақты тәптіштеліп сипатталған. Әр қисса аяқталған соң ол қиссадан алынар өнеге ғибраттар деп қорытынды жасалып, кейбір сөздердің мәнісін ашып түсіндіреді. Жинақ осысымен құнды әрі мәнді болған. Сондықтан біздер үшін иман мен ғибадаттан басқа адамгершілік міндеттеріміз бен пайғамбарлардың адамзатқа өнеге болған парасатқа толы өмірі жайында білу айрықша маңызды. Кітаптағы тақырыптардың көкейкестілігі мен тартымдылығы, баяндау жағдайларының сипаты, көркемдік қасиеттері, кейіпкерлер тұлғасы жік-жігімен сараланған. 25 тараудан тұратын бұл жинақ оқырмандар, әсіресе жастар, түсіне алу үшін қарапайым тілмен жазылған. Жұмыстың стилі жатық, ұқыпты орындалған. Қорыта айтқанда, бұл кітап ислам дінінің шапағаты мен мол қасиеттерін дәріптейді. Адамзаттың бүгіні мен болашағына зәру құндылықтарды баян етеді және оқырман жүрегіне имандылық ұялатады. Еліміз егемендік алып, ата-баба дініне қайта оралған тұста қандастарымызға қол үзіп қалған шариғат ілімдерін үйренуді, ана тілінде діни әдебиеттерді оқуды нәсіп еткен құдіретті жаратушымызға шексіз мадақтар болсын. Пайғамбарлардың абзалы әрі соңғысы Мұхаммедке Аллахтың сансыз салауаты мен сәлемі болсын. Ғасырға жуық атеистік тәрбиенің құрсауында материалистік сана улаған елімізде адамзаттың ежелгі тарихына қатысты көптеген қате де өрескел түсініктер қалыптасқан. Мысалы, көп бауырларымыз адамзат ақыл-ойы дамымаған жабайы адам түрінде тас дәуірін бастан кешіп, кемел адам дәрежесіне өмір сүру тәжірибесі арқылы қол жеткізді. Әрі бүгінгі 21 ғасырды адам санасының аса дамыған кезеңі деп ұғады. Сол сияқты Алла тағаланың ең ардақты пенделері пайғамбарлар туралы пайғамбарлар да шарап ішкен деген жансақ түсініктер кездеседі. Ақиқатына келсек, Аллах тағала әу бастан-ақ адамзаттың атасы, адамды білімді, жалғыз жаратушысына ғана құлшылық ететін саналы етіп жаратқан. Адам ата бұл білім мен Тәңірі тарабынан берілген сананы ұрпақтарына сіңіріп, адамзат бір шама уақыт кемел сипатта өмір сүрді. Тек кейін ғана тура жолдан адасып, ата жауымыз шайтанның азғыруымен Аллахтан өзгеге табына бастаған. Сол үшін Аллах тағала адамдар арасынан ең жақсыларын таңдап, оларға елді Аллахқа ғана
құлшылық етуге үндеу тапсырмасы мен пайғамбарлық міндет жүктеді. Сондықтан мұндай ұлық міндет жүктелген пайғамбарлардың қандай адамдар екені, мұсылман адамның бұл туралы сенімі қалай болу керектігі тұрғысында сенім кітаптарына сүйене отырып қысқаша мәліметтер беруді жөн санадық. Адамдардың пайғамбарларға мұқтаждығы. Пенделер үшін пайғамбарлардың қажеттілігі барша қажеттіліктерден жоғары тұрады. Әсілінде пайғамбарлық дүниенің рухы, нұры мен тыныс тіршілігі, рухсыз, нұрсыз және тыныс тіршіліксіз дүние қалай түзелмек? Пайғамбарлық күн шықпаса, дүние қараңғы түнекте қалады. Егер пайғамбарлар болмаса, дүние мен ақырет бақытына жету, жақсы мен жаманды ажырату мүмкін емес. Ал рухсыз өмірдің мәні жоқ. Сондықтан Аллах тағала Құранда: Мұхаммед, осылай біз саған өз әмірімізден бір рухты уахи еттік. Сен кітаптың да, иманның да не екенін білмейтін едің. Алайда біз оны құлдарымыздан өзіміз қалағанды тура жолға салатын нұр еттік деп пайғамбарлықты рухқа балаған. Пайғамбарларға деген сенім иман тіректерінің бірі екендігі белгілі. Аллах тағала елші өзіне Раббысынан түсірілгенге иман келтірді, және мүміндер де осыған иман келтірді. Барлығы Аллахқа әрі оның періштелеріне, кітаптарына және елшілеріне иман келтірді дейді. Бұл аят барша пайғамбарларға сену керектігінің дәлелі. Яһудилер мен христиандар тәрізді кейбіріне нанып, кейбірін жоққа шығаруға болмайды. Пайғамбарларға иман келтірудің мән-мағынасы: ешбір серіксіз жалғыз Аллах тағаланы танып, оған құлшылық етуге шақыру үшін әр үмбетке пайғамбарлар жіберілгендігіне және олардың барлығының да ізгі, шыншыл, тақуа да аманатшыл екендігіне, сондай-ақ олардың өздеріне жүктелген міндетті өзгертпей, артық нәрсе қоспай жеткізгендігіне иман келтіру қажет. Аллах тағала: ал елшіге анық түрде жеткізу ғана міндет деген. Сондықтан барша пайғамбарлар ақиқатқа үндеген. Олардың барлығының шақыруы бір тахуид болған. Яғни Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ деп сену және оған ешкімді серік етіп қоспау. Бұл жайында Аллах тағала өзінің ұлы кітабында: расында әр үмбетке Аллахқа құлшылық етіңдер, тағуттардан аулақ болыңдар дейтін елші жібердік деп баяндаған. Тағут Аллах тағаладан өзге табынатын басқа заттар, пұт мүсіндер, шайтан. Тек шариғаттарында кейбір айырмашылықтар орын алғандықтан Аллах тағала сендерден әрбір үмбет үшін шариғат және жол белгіледік деп ескерткен. Пайғамбарларға иман келтіру 4 негізден тұрады. Бірінші, олардың пайғамбарлығы шын мәнінде Аллах тағала тарабынан екендігіне иман келтіру. Бұл жердегі және бір басты жайт бүкіл пайғамбарларға деген сенім. Кім олардың біреуіне иман келтірмесе, барша пайғамбарларға күпірлік танытқанмен бара-бар. Аллах тағала Құран кәрімде Нұхтың елі де елшілерді жалғанға шығарды деп ескертеді. Нұх алейхиссалам өз еліне жіберілген жалғыз пайғамбар еді. Аят мағынасы оған иман келтірмегендердің әрекеті барша пайғамбарларды да жоққа шығарғанмен бірдей дегенді меңзейді. Екінші, пайғамбарлардың ішінен есімдерін білетінімізге де, білмейтінімізге де иман келтіру парыз. Аллах тағала Құранда олардың 25-нің есімін атаған. Олар Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Исмаил, Исхақ, Лут, Шуғайб, Яқуб, Юсуф, Аюб, Зулкифл, Юнус, Муса, Харун, Ильяс, Ильясах, Дауд, Сулейман, Закария, Яхия, Иса және Мұхаммед. Оларға Аллахтың сәлемі мен игілігі болғай. Сондай-ақ олардан басқа есімдері аталмаған, бірақ Құранда қиссалары баян етілген пайғамбарлар да бар. Пайғамбардың хадистерінде де кейбір пайғамбарлардың есімдері кездеседі. Біз солардың барлығына иман келтіруге тиіспіз. Аллах тағала өзінің ардақты елшісі Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам сонымен бірге хабарын саған алдын баян еткен елшілерді және хабарын баян етпеген елшілерді де жібердік деген. Пайғамбарлардың ішінде 5-еуі ерекше орынға ие. Олар Нух, Ибрахим, Муса,
Иса және Мұхаммед. Оларға Аллахтың сәлемі мен амандығы болғай. Бұл бестік туралы Құран кәрімнің 2 жерінде кездеседі. Мұхаммед: біз пайғамбарлардан, сенен, Нұхтан, Ибрахимнен, Мұсадан және Мәриямның ұлы Исадан серт алған едік. Біз олардан қатаң серт алдық. Аллах сендерге діннен Нұхқа тапсырғанын, әрі саған уахи еткенімізді, Ибрахимге, Мұсаға және Исаға тапсырғанымызды түсіндірді, немесе заң етіп бекітті. 3. Аллах тағаланың кітабы Құранда пайғамбарларға қатысты баяндалғандарға және ол туралы пайғамбарымыздан жеткен хабарларға сену. 4. Өзімізге жіберілген пайғамбардың шариғатымен жүріміз керек. Ол пайғамбарлардың соңғысы әрі ең абзалы Мұхаммед.